Сәлем достар, біз бүгін оюлы көрпеше тігіп үйренетін боламыз. Бізге қажетті заттар: мата, менде барқыт және велюр матасы, фризелин, паутинка, дәке. Фризелин бұл оюды қатайту үшін пайдаланылады. Оның бір жақ беті клей болады. Одан кейін паутинка. Паутинка бұл матаны матаға жабыстыру үшін қолданылады. Бұл оның өзі клейден тұрады. Одан кейін дәке қажет, ою, қайшы, ручка, сабын немесе бор және сызғыш. Және бізде арнайы қағаз деп айтылып жатады. Бұл арнайы қағаз бізде мынадай аракл болады. Араклдың ашқан кезде мына ақ қағаз бізге осы қажет болады. Енді көрпешеміз тігуге кірісейік. Бұл велюр матасы біздің ою қорғатын матамыз. Мұның артқы бетін фризелин, фризелиннің мына клей жақ бетін біз матаға қаратамыз. Фризелин матаны қатайту үшін қолданылады. Осыны енді үтікпен үтіктеп бастырып шығамыз. Фризелиннің жұқасы да болады, жұқасын пайдалансаңыздар да болады. Фризелинді матаға жабыстырғанда міндетті түрде ортасынан шетіне қарай ақырын осылай жабыстырамыз. Біздің фризелин жабысты, мата қатайды. Енді біз паутинканы жабыстырамыз. Фризелиннің үстіне паутинкамызды қоямыз. Мына қағаздың жылтыр бетін паутинканың бетіне қоямыз. Және осы қағаздың көмегімен үтікпен жабыстырып шығамыз. Паутинкамыз жабысып қалды. Біз толықтай паутинканы жабыстырып шықтық. Енді оюымызды сызып аламыз. Кез келген оюды сызуға болады. Біз қазір қошқар мүйіз оюын сызатын боламыз. Ең алдымен ручкамен ортасын белгілеп аламыз. Оюымыз түзу шығу үшін енді оюымызды сызып аламыз. Оюымыз сызып болған соң қарапайым үлкен қайшымен оюымызды қырқып аламыз. Ою дайын болды. Оюымызды қырқып алдық. Біз қошқар мүйізді ойғанда сыртыңғы бөлігін бір ою ретінде пайдалануға болады. Ал біз қазір ішкі бөлігін қолданатын боламыз. Оюымыз дайын. Енді осы ақ матаға біз оюымызды жабыстыратын боламыз. Ең алдымен бір есте сақтайтын жайт, кез келген оюды құрақтап тіккен кезде матаның түгі жоғары қарап тұру керек.
Сол кезде оюн көрпешеміздің түсі біркелкі болып шығады. Ақ матамыздың жоғары қарап тұр, міне. Ою түгінде жоғары қаратамыз. Ең алдымен ортаңғы бөлігін белгілеп аламыз. Ол үшін сызғышты қойып, иінемен немесе осылай белгілеп аламыз. Мінекей. Сабынмен сызып алсаңыздар да болады. Мінекей белгілеп алдық. Енді оюымызды жабыстырамыз. Мінекей оюымызды орналастырдық. Енді мұны дәкенің көмегімен үтікпен басып шығамыз. Мінекей біздің оюымыз матаға толықтай жабысты. Енді бұның жиегін зигзагпен тігіп шығамыз. Мінекей осылайша зигзагпен машинкамен тігіп шығамыз. Тіккен кезде мінекей мына ақ матаның үстіне көбірек шықпаймыз, өйткені ақ матаны жиырып алып кетеді. Сондықтан мына көк матаның үстімен, тек оюның үстімен тігіп шығамыз. Солай айналдыра ою тігіп шығамыз. Осылайша оюым тігіп болды. Мінекей оюымыз тігіп болды. Енді осы матаның арғы бетінен түкпен бір басып шығамыз. Мына илектерін жазуымыз керек. Парымен ішкі бұрышынан сырт
сыртына қарай. Барлығы жазылып кетеді. Мінекей. Мінекей қыздар, біз үтікпен бастық. Оюымыз дайын. Мінекей жақыннан бір тегіс болып шықты. Біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесіде қарқыра оюын тігіп үйренетін боламыз. Яғни қарқыра оюы. Қазір көрсетейін сіздерге. Мінекей. Осы оюды келесі видеода үйренетін боламыз. Сіздермен бірге болған мен Тұрсын. Келесі кездескенше.